қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап. Достықты сақтап қалу үшін бірін-бірі тыңдап түсіне білу керек деп ойлаймын. Жоқ, олай жасаған дұрыс емес. Достықтың ғұмыры ұзақ болу үшін әділетті, сенімді серік бола білу керек деп ойлаймын деп тапсырмаларға жауап берулеріңізге болады. Екінші тапсырманың бірінші деңгейі. Мойнына алу, ағат кету, мұң шағу. Екінші деңгей. Мойнына алу, ат тонын ала қашпау. Ағат кету, аяғын шалыс басу. Мұң шағу, қабағы кірбің тарту деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Үшінші деңгейде әкесі Есенбектің айтқан сөздері ақылға даналыққа толы. Баласының ер басымен шағымданғанына Есенбек наразылығын танытқанын байқаймыз. Қай кезде болмасын қателік жасаса мойындап, тек қана шындықты айтуға баласын баулиды. Жасаған қателігің үшін тек кешірім сұрау аздық ететіндігін, құр сөзбен кешірім сұрамай іспен дәлелдеудің нағыз ер азаматқа лайықты іс екенін баласына ұғындыруда. Өз қателігіңді мойныңмен көтеріп кешірім сұрай білу өзіне де достарына да пайда келтіретіндігін түсіндірді. Баласы өз қателігін түсініп ойлануы әкенің дұрыс тәрбие беруінің бір бөлігі деп сөзімді қорытындылаймын. Үшінші тапсырмада екі дос әңгімесінің негізгі идеясы шын достық пен бір-біріне деген сенімнің құндылығы деп ойлаймын деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Төртінші тапсырмада достық пен қастық туралы фразеологизмдер. Достыққа қатысты. Қолдауы мол дос, әрқашан көмектесетін сенімді дос. Бірлік бар жерде тірлік бар. Достар бірге болса қиындық жеңілдейді. Сенім арту. Адал досқа сену, оған сырласу. Қастыққа қарсы мәндес. Досқа қол жұмсау өзіңе кесел. Досты алдап немесе қастық жасасаң, соның кесірін өзің көресің. Қастық қылу қауіпті іс. Арам ниетпен әрекет ету дұрыс емес және қауіпті. Жан-жаққа жау іздеу, көршілер мен достарға қарсы қастық жасау деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Бесінші тапсырмада Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың достығы қолдауы мол дос секілді берік, жүректен жүрекке сенім орнатқан. Ал олардың бірлік бар жерде тірлік бар дегендей, қиын сәттерде де күш берген асыл достық дерсің деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Ақпарат пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.